1943 жылы соғыстың қызып атқан кезі біз жаңағы сиыр фермеде отырамыз. Әкем жаңағы әкемнің ағасы мен Әбдіқадыр деген кісіні әке деп өскен кішкентайымнан. Сол алдымда сол кісі 91 жылы қайтыс болғанша дейін әке деп кеттім. Сол әкем сиыр ферме, атам сиыршы. Содан елдің бірен-саран соғыстан қайтып келіп атқаны бар, қара қағаз келіп атқаны бар. Ол кезде жаңағы арақ жоқ, ешнәрсе жоқ, телевизор жоқ, радио жоқ. Елдің қызығы сол армиядан келген, әскерден келген адамдығы бәрі жиналып, 3-4 жора боза дайындап, соны бір үйге әкеп, соны тамашалап, сонымен түнімен өлең айтып, әлгі қара қағаз келген жас әйелдер сол жерде жылап, сөйтіп домбыра тартып, кегіл көтеріп айтысатын. Сол кездерде мен енді 3 жастамын ғой. Соның тілім балдыр-бұлдыр шығып, менің жүрісімді қызық көреді, басқа бала жоқ, жас бала. Сол үйде бір малдығыр көретін, тілі сақау кісі, сәрсемек дейтін, соғысқа бармай, сол малдығыр болып, бет сәйін тұрып қалған. Сол кісі өлең үйретіпті, мен енді кейінен білдім ғой. Жаңағы осындай жаңағы шалдар жиналған кезде сен осы өлеңді айт. Содан жас бала, кішкентай бала жаттап алады ғой. Қызып кетемін, қызды көрсем, қыз алайын деп едім, жылқы берсем, қыстан қалған жылқыны айдап беріп, елге күлкі боламау жаяу жүрсем деп, елдің бәрі ду күліп шапалақтап жаңағы мені қайта-қайта, ой, мынау сәттердің баласы бұл ақыр екен ғой деп, оған мен мәз болып қалам. Сонымен сиырды ауылда үлкен ағамыз жаңағы сиыр ферме болып жүре береді. Әкеден хабар жоқ. Ауылда еңбек жұмысында елдің бәрі соғысқа кеткен кезде анамыз ажар үлкен Қызылжар тоғанын қазып сол кезде егін егуге таластың суын бұрамыз деп. Сол кезде бір ауылдың ақсақалы ойпырым, ой, мынау сәттердің арасы бар екен ғой. Мынандай келін берген сәттер бақытты ғой дейді. Сол қара тіл жабысып, 3 күннен кейін құлап, ту сыртың бәрі қарайып, 1 аптада қайтыс болады ол кісі. Соны мұнан өмірдің өзі сиыр фермеге барып, ағарған ішіп, дәрекелерді алып, халық кішкене жақсы болып болады. Сонымен сөйтіп жүргенде армиядан кіші аға, кіші көкем келді. Үлкенді әке дедім, ағамды кішісін көке деп өстім мен. Сөйтіп де ол кісі біраз ауылда болды да, сиыр ауылда не істейді ол кісі? Сонымен орталықта қалқозға кетті. Ол кісінің жастайынан бір ақ кемпір дейтін кісі баласы жоқ ағайын, сол кемпір балағы басыра баған етін. Соғыстан кейін сол ақ кемпірдің қолына барып, жаңағы бала болып жүріп, жаңағы емтісқа кіріп, емтістен бригадир болып, сол жерде өздері бөлек, біз өзіміз бөлек жаңағы әкем бар, атам бар, апам бар, 4-еуміз. Соның әкемнің жуан алған бір әйелі бар. Соны мұнан менің оқуым жақындап қалды. 1 жылдан кейін оқуға баратын болдық, қой елге барайық. Елге барып, ертең бала оқиды, баспана істейік. Елға тарт үй салайық. Сол кезде елдің бәрі 2 адам бірігіп, қоржын тамсауға батқан. Сонымен Еспай дейтін карияның қосылып, көшенің бас жағынан қоржын тамсауға алдық. Сонымен 47 жылы 1-ші классқа бардым.
Birinci классқа барып, сол жылы армиядан Мәдібек көкем келген, Тұрсынқұлдың көкесі. Мектебimiz енді орталықтан 3 шақырымдай жер. Сол мені артына, өз баласын алдына мінгізіп, мектеп апарат, одан қайтып алып келеді, кішкентаймыз. Сөйтіп, бір қыс сол жерде отырдық. Келесі жылы отырдық, соң келесі жылы орталықтан там соғатын болдық енді. Сол орталықтан әлгі 3 бөлмелі габразный там соқты. Сөйтіп жүргенде жаңағы әкем бұрынғы әйелінен ажырасты, ол кісі туылмаған адам еді. Әкем осы жас, бір жақтың туылмаған әйел қызуға барған Қарағандыға, содан келген, сонан кейін жаңағы сол кісі үйленген ғой енді. Ол кісі өзі туылмаған адам болғаннан кейін bir 3-4 yıl vatandaşı da sonradan ajrasты. O kişi енді жас, sonradan kız іздеуге шықты. Sonra atam екеуі ыңғи жоғары қарай кетеді. Жоғары жақта бір кісінде қыз бар екен деп. Содан 1-2 рет барып қайтты. Bir әділ деген кісі бар екен, қойбаға деген, о жәдікте. Соның бой жетіп жатқан қызы бар екен. Соған сөйлесіп кетіп деп келді. Менен жас баламын ғой. Содан қас алдағы қарияларға айтып жатқаннан естеймін. Содан не керек келісіп бір күні Нұрбике дейтін жеңешемді алып келді ғой. Бұл 49-шы жыл еді. Жаңағы орталықтың жанынан барып там соқтық. Орталық осы бойықта? Жоқ, анау. Ama geldim ben anam kız baykuş kırıktır jağa. 40 жылғы репрессияға ұшыраған гректерді әкеп сол жерге отырғызған еді. Біз көшіп кеткеннен кейін. Сол жерде отырып, олар байғұстар қауқалықтары аш, сол жерде көп қырылды бейшаралар. Сонан кейін ол гректерді бұл жерде болмайды екен деді де, шешені бар, грегі бар, бәрін Қаратауға, тауға қарай ығыстырып, сол қашан мұндаға дейін жаңағы мемлекеттің жарлығы шыққанша, әлгім өз еліне кетсін дегенше, сол Қаратауда болды. Кейін қалғаны қалды, қалмағаны өзінің еліне грек көшіп кетті. Орында ешнәрсе жоқ қой қазір? Ешнәрсе жоқ. Сонымен не керек? Жаңағы жуан алған әйелдің аты кім? Жәмилә етін. Жәмилә, ол қайықтыңызы? Жәмилә ар жағындағы сол 5 жетім дейді. Сол 5 жетімнің ішінде біреудің қызы болу керек, әке шешесінің білмейміз, ол енді біз жаспыз ғой, бала. Содан ол кісі ажырасып кетті, кеткеннен кейін. Бертінде қайтыс болды ма? Иә, бердім. Мұнда мен больницада завхоз болып жүргенде, сонда қарау болып істеді. Сол больницада ма? Иә, қарау болып, жаңа дворник дейді ғой. Сонда айнадасын сыпыратын, сонда болып істеді. Иә, кейін шалға тиді бір. Біздің ауылда бір Төлеуіш дейтін қария бір еді. Баласы селсебет, соның кемпірі өліп қойып, соған тиіп, ол шал өлгеннен кейін сол анау жаңа больницада дворник болып 3-4 жыл істеді, кейін Түркі жағына барып қайтыс болып кетті. Сонымен жаңағы жеңешеміз келді, Нұрбике жеңешеміз 49 жылы келіп, келесіп, көтеріп, бір қыз туды. Қыз 3 айлығында адам болып қалған, көріп қалған еді, 4 айлығында ма, қайтыс болып кетті. Содан әкем сол колхоздың қол жұмысын істейтін, анда бар, мұнда бар, қамыс шап, кірпіш қала, қамсоқ, қорасоқ дейтін жұмыстарын істеп жүретін. Содан бір күні айтты, қой енді мен колхоздың бір малын, бір атар танасын алып, шу бойында баз бар, сол шуға барып кетемін. Сендер енді елде балаларың бар ғой. Жаңағы Әбдімәжит көкемнің асырап алған кемпірі ол кезде өлген. Жеңешеммен екеуі қалған.
Kempirin atın. Onu biz endi ak kempir dep aytatınbız endi. Атын Жүзбай дейтін кісінің кемпір еді. 10 бай, 100 бай, 9 бай дейтін. Ол кемпірден бір-ақ қыз қалды. Қыз мұнда қайтыс болды. Қатысып тұрды. Шымырқұл дейтін қызы бар еді. Одан бірталай ұрпақтар тарады. Қазір сол қалада, орталық ойықта қыздар тұрады. Сонымен не керек? Ол кісі бір атар малды алды да, кемпір мен шал, мен үшеуміз қалдық. Көктемде соны қыстап шықтық, үшеуміз үйде. Көктемде жаңағы орталықтағы емтіста істейтін ойықтағы ағамыз келді да көшіріп әкетті. Бұл 50-ші жылы. Орталығымыз сол çıkaldı. Жоқ, ойыққа көшіріп әкетті, ойыққа келіп, жаңағы бір дәлізіміз бар, келіп кірдік бәріміз. Біз айнадырған үшеуміз, ол кісінің әйелімен екі 5-ақ баспыз. Содан не керек? Сол жерде жүріп аттық. Оның кейін бағана бір айтқанмын, жаңағы атамдық жас ол кезде 50-дің 60-ға жетпеген кезі ау дейді. Жоқ, 66-сында қайтыс болды. Сол 63-64 кезі. Сол кісіні қараулық қойды. Апам екеуі сояға кетті. Мен мектепте оқушы болып қалдым. Сол кезде 50-ші жылы Шуда жаңағы әкемнің әйелі босанып, Күлпән деген қыз туды. Шудың бойында. Шилі деген жерде. Шилі Арнаның жағасында Шилі дейтін же. Сол кездегі жаңағы Амангелді колхозының базы бар екен. Қарауылы Исмайыл дейтін кәрия бар екен. Екі отырып сол жерде. Содан сол жерде 5-6 жыл отырды. 2 жылдан кейін жаңағы қызды біздің қолымызға әкеп тастады. Күлпәнді. 51-ші жылы 19 декабрь күні жаңағы 46-шы жылы үйленген көкемнің әйелі босанып қыз туды, Күлейман деген. Сонда мен сол үйдің ең тұңғыш немересі болған ол бала. Оның кейін 2 баладан 2 қыз туды. Күлпән Күлейман. Үшеуміз жаңағы атам қайтыс болып кеткеннен кейін атам бірақ көрді жаңағы 2 кішкентай немере қыздарды. 1 жылдан кейін атам қайтыс болғаннан кейін жаңағы апам Айкүл дейтін апам бар. Сол Айкүл дейтін апам үшеумізді бірдей қамқорлыққа алып, кішкентай бір қанты болса да жастығының астына тығып қойып, үшеумізді бөліп беріп, сөйтіп бізді асырады.